Армысыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі ертегі әлемі айдары бағдарламасынан тыңдайтын ертегілеріңіз арманына жеткен етікші деп аталады. Ерте заманда ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу Қаншайым өмір сүріпті. Барлық жігіттің арманы Қаншайымды бір көру екен. Қаншайымның жолында құрбан болса да армандары жоқ болыпты. Қанша сұлу болғанмен Қаншайым қатыгез болған екен. Алдына келген ер жігіттерді сынап, ұнамаса уәзірлеріне басын шапқызады екен. Қаншайымды бір көруге зар болып жүрген етікші жігіт болыпты. Бір күні шешімге келіп жолға шығады. Жолда келе жатса алдынан аяғын қақпанға түсіріп алған жаралы қасқыр шығады. Етікші қасқырға көмек көрсетіп, қақпанын алып тастайды. Қасқыр алғысын білдіріп, керек кезде жанынан табылатынын айтып жоқ болады. Етікші ары қарай жүре береді. Шыр-пыр етіп аспанға бір көтеріліп, бір түсіп үлкен алып құс ұшып жүреді. Қараса балапаны ұясынан құлап қалған екен. Балапанды көтеріп ұясына салады. Алып алғысын айтып, керек кезде дереу ұшып келетінін айтады. Аяңдап тағы жүре береді. Алдынан ауыр жүк көтеріп келе жатқан кәрі әжей шығады. Етікші әжейдің жүктерін көтерісіп шығарып салады. Әжей алғысын айтып, қиналған кезде көмек көрсететінін айтады. Қаншайымның сарайына келіп, уәзірлерге Қаншайымды көргісі келетінін айтады. Уәзірлері етікшіні келеке етіп қуып жібереді. Етікші олардың қуғанына қарамай Қаншайымның бөлмесіне терезеден кіреді. Қаншайым айнаға қарап шашын тарап тұрып, айнадан артында біреудің тұрғанын көріп шошып кетеді. Дереу уәзірлерін шақырып басын алуды бұйырады. Етікшіні қасқыр келіп, жауыз уәзірлерінен құтқарып алады. Алған бетінен қайтпай терезеден өрмелеп Қаншайымға барады. Қаншайым уәзірлерін шақырып алып, биік шыңнан құлатыңдар деп бұйрық береді. Уәзірлері етікшіні құздан құлатып қайтып келеді. Алып құз ұшып келіп, етікшіні арқасына отырғызып алып, Қаншайымның бөлмесінің терезесінен түсіріп кетеді. Мұны көрген Қаншайым дереу уәзірлерін шақырып, оны ешкім көрмейтін, адам аяқ баспайтын жерге апарып тастауды бұйырады. Етікшінің қол аяғын байлап айдалаға апарып тастайды. Өзіне көмектескен кәрежей келіп, етікшіні құтқарып алады. Ал Қаншайым болса, етікшінің қайсар қайтпас мінезін ұнатып, өзінің іздеген жігіті екенін ойлап қайғыра бастайды. Терезеден қарап тұрса, алдынан етікші келе жатады. Қаншайым қуанғаннан етікшіні қарсы алуға алдынан шығады. Етікші армандаған арманына жетіп, Қаншайыммен бақытты ғұмыр кешеді. Осымен ертегіміз аяқталды. Сау сәлематта болыңыздар.